оң қабырғасында ауырса, қандай аурудың белгісі? Қазір сіздерге толық айтатын боламын. Бірінші орында бізде оң қабырғасында бауыр өт жолдары орналасқан. Бауырдың өзі ауырмайды. Себебі бауырда ауырсыну рецепторлары жоқ. Бауырдағы патологиялар болатын болса, сізде ауырсыну сезімі емес, дискомфорт. Осы оң жақ қабырғасында қатты зат тұрған сияқты сезім болады. Бір оң жақпен жататын болсаңыз, мысалы, осы жерде қатты зат кепіш сияқты, мысалы, тастай зат, тас сияқты нәрсе тұрған сияқты сізге сезім білдіреді. Немесе қимылдап жүргеніңізде, әрбір қимылдағаныңызда оң қабырғасыңызда қатты зат тұрғандай дискомфорт сезімдері болады. Бұл кезде патологияны бауырдан іздейміз. Енді оң жақ қабырғасында шаң-шу сияқты зырдап ауырсыну сезім болып тұруы мүмкін. Онда ол өт қабы патологияларымен байланысты. Өт қабында ауырсыну рецепторлары бар. Сол себепті ең көп кездесетіні осы оң жақ қабырғасы асты ауыратын адамдардың 80%-інде осы өт қабымен байланысты аурулар. Яғни өтте полип болуы мүмкін, өтте таз, өт загиб болуы мүмкін, дискинезия болуы мүмкін, өт топ қалуы мүмкін. Сол сияқты әртүрлі өтпен байланысты патологияларда осындай оң жақ қабырға асты шаншу сияқты немесе зырдап ауырсыну сезімдерін білдіріп тұрады. Демек, біз бұл кезде қарапайым екі анализ арқылы өттің жұмысын, бауырдың жұмысын біле аламыз. Яғни УЗИ өткіземіз және де биохимиялық қан анализ арқылы осы екі анализ арқылы сізге диагноз нақты қойылады. Енді оң жақ қабырғасында ауыратын кезде басқа да аурулармен дифференциалды диагностика жүргізу үшін, егер сізде бауырда патология анықталмады, бауыр тексерілді, өт жолдары тексерілді, барлығы жақсы болатын болса, мұндай жағдайда оң қабырғасында ауырсынуы 10% жағдайда осы оң бүйректегі патологиялармен байланысты болып келуі мүмкін. Бұл кезде жалғыз оң жақ қабырғасында ауырмайды, бұл кезде осы бүйір жақтарда ауырсыну сезімдері пайда болады. Және де бұл бүйректегі әртүрлі патологиялар, бүйректе киста болуы мүмкін, бүйректе құм, тұз, тастар болуы мүмкін. Сол сияқты бұл кезде көбінесе қосымша белгісі біз бүйректегі патология екенін анық білуіміз үшін кіші дәреттегі өзгерістер пайда бола бастайды. Өте аз кіші дәретке шығуыңыз мүмкін, болмаса өте көп шығуыңыз мүмкін, немесе кіші дәреттің түсі, иісі өзгеруі мүмкін. Егер сізде осындай белгілер болатын болса, қарапайым УЗИ және де жалпы зәр анализін тапсыру арқылы сізге нақты диагноз қойылады. Одан кейін бауыр таза, бүйректердің жұмысы жақсы, өт қабы да жақсы жұмыс істеп тұр. Мұндай кезде оң жақ қабырғасындағы ауырсыну сезімі не себепті болуы мүмкін? Бұл кезде жуан ішекте язва, воспаление болуы мүмкін. Немесе неспецифический язвенный колит деген диагноздар бар. Яғни оң жақтағы ішектердің жоғарғы бұрышы медицина тілімен печеночный изгиб деп айтылады. Яғни жуан ішектің жоғарылаған бөлігі. Осы жерде патология болатын болса, көбінесе оң жақ қабырғасында ауыруы мүмкін. Бұл кезде бізде патология ішектермен байланысты, ішектерде екен білу үшін қосымша белгісі үлкен дәреттегі өзгерістер, үлкен дәрет сұйық болуы мүмкін, және болмаса көп запор болуы мүмкін. Немесе үлкен дәретте осы слиз болуы мүмкін, түсі өзгеруі мүмкін деген сияқты. Егер сізде осындай белгілер болатын болса, бұл кезде диагностикалық мақсатта осы ішектердің жұмысын колоноскопия арқылы тексереді. Оған қосымша үлкен дәретті тексереді. Кейінгі себеп болуы мүмкін оң жақ қабырғасында ауырса, патология ұйқы безінің оң жақ бөлігінде болатын болса, бұл кезде сізде оң жақ қабырғасында ауырсыну сезімі пайда болуы мүмкін. Бұл кезде осы патология ұйқы безде екен анықтауымыз үшін қосымша белгілер сіз көбінесе майлы тамақ жегеннен кейін тамақ қорыта алмай қаласыз. Немесе осы үлкен дәреттегі өзгерістер пайда болады, үлкен дәрет сұйық болып кетеді. Немесе осы іш кебу пайда болады. Іштің жерденуі, жалпы айтқанда тамақтың қорытуы қиын болады. Егер сізде осындай белгілер болатын болса, сіз қарапайым УЗИ өткізесіз және биохимиялық қан анализі, жалпы қан анализі арқылы осы ұйқы бездегі патологияларды біле аласыз. Одан кейін оң жақ қабырғасында ауыруы мүмкін, себеп болуы мүмкін асқазанның оң жақ бөлігінде язва, жара пайда болатын болса. Бұл кезде патология асқазанда екен білу үшін қосымша белгісі, мысалы, аш қарынға сіз тамақ жемеген кезіңізде, аш кезіңізде шаншып осы жер ауырып тұрады.
Мұндай кезде асқазанның өзін тексеру мақсатында ФГДС, яғни зонд жұту арқылы осы асқазанда, өңештегі тексеріп алуға болады. Оң жақ қабырғасындағы ауырсыну сезімі өте аз кездеседі, бірақ аппендицит кезінде де осы оң жақ қабырғасына ауырсыну сезімі беруі мүмкін. Бұл кезде қосымша белгісі осы температура көтеруі мүмкін, құсу, жалпы интоксикациялық белгілермен сізде қосымша белгі көрінуі мүмкін. Бұл кезде хирург папарцияның көмегімен осы ішіңізді ұстап, сізде аппендицит нақты бар жоқтығын анықтап айтып бере алады. Видео сізге пайдалы болғанына қуаныштымын. Осы сияқты қажетті видеоларды өткізіп алмау үшін каналға тіркеліп қойыңыз. Видеоны оң жақ қабырғасы ауыратын досыңызға жіберіп қойыңыз.